Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы мектеп-лицейінің 4-ші Б сынып оқушысы Серкеш Кәусар. Мен тақырыбым қоқысты тиімді пайдалану, экологияны сақтау кепілі. Зерттеу жұмысының өзектілігі, қоқыс ауру, ғасыр трагедиясы, қоршаған ортаны тыс ластауын және онымен күресу жолдары туралы көптеген ортада, теледидарда, радиоларда айтылып келеді. Ғылыми зерттеудің әдістері: бірінші, қасиетті ақпараттар жинап, менің сыныптастарыма айту. Екінші, интроспекция іздеу. Үшінші, әдебиеттерге шолу және интернет материалдармен жұмыс. Төртінші, сауалнама жасау. Зерттеу жұмысының мақсаты: жер планетасын қоқыстау және ол қалдықтармен деп аталады. Біздің қоршаған ортаға көптеген зиян тиеді. Сондықтан біздің қоқыс жәшіктерімізді барлық ауданға қойып қою деп ойлаймын. Адам мен табиғат бір-бірімен бөлінбейді және бір-бірімен тығыз болып келеді. Біздің қоршаған ортамызға 30 миллиондаған мусор тастайды және 20% қалдық болады. Мысалы, шыны 21 килограмм тастайды, қағаз бен картон 40 килограмм, 12 килограмм целлофан және басқа да қалдықтар тастайды. Қалдықтары ол бізге зиян емес, бірақ та табиғатқа зиян болады. Өйткені ол микробтарды жинап, біздің табиғатқа зиян болады. Пластмасса бізге зиян болмайды, бірақ та табиғатқа зиян болады. Өйткені жануарлар жарақат алуы мүмкін. Макулатура бізге де табиғатқа зиян болады. Өйткені ол улы қағазда шығарылады. Ағаш табиғатқа зиян болмайды. Өйткені адамға зиян болады. Өйткені адам кішкене жарақат алуы мүмкін. Мен қоқыстарды тастамай өз әдемі бұйымдар жасадым. Маған керек материалдар: бірінші, бояулар, екінші, қайшы, пышақ және әртүрлі әшекейлер. Мен бірінші 2 бутылканы алып, оларды салыстырдым. Біреуі ұзын болып қалды және оның қабырғаларын мен кесіп алдым. Бірақ та қайшымен абай болыңдар, өйткені ол сіздерге қолыңызды кесіп алуы мүмкін. Мен картонды қиып алып, ортасына жабыстырдым. Сөйтіп өте әдемі қылып безендірдім. Сөйтіп менде әдемі қаламсалғыш болып шықты. Зерттеу бөлімі: мен бір кастрюляны алып, екі жаққа бөліп қойдым. Маған керек материалдар: тіс тазалағыш, картон, картоп қабығы, алма қабығы, банан қабығы. Мен оларды екі жаққа бөлдім. Біреуі мен су құйдым, ал екіншісі құрғақ болып тұрды. Мен бәр материалдарды салып, 3 айдан кейін оларды қазып алдым. Мені таң қалдырғаны, бірінші топта тіс тазалағыш өзгермеген, өйткені пластмасса өзгермейді. Ал екіншіде тіс тазалағыш өзгермеген тағда. Ал картоп қабығы, алма қабығы, банан қабығы өзгеріп кетті. Олар жұмсақ болып қарайғып кетті. Ал екінші топта олар түрін өзгермеген. Сөйтіп мен қалдықтарды алып, алма қабығын, оларды компостқа айналдырдым. Сөйтіп ағаштарға компост беру керек, өйткені олар ауаны тазартады. Ұсынысым: мен бәр ауданда қоқыс жәшіктері болу деп ойлаймын, өйткені біздің қоршаған ортамыз солай тазаланады. 2. Мен мектеп ауласында, үйдің ауласында ағаштарды қойып деймін, өйткені ағаштар біздің ауамызды тазалайды.
сөйтіп біздің қоршаған елімізді ұрпақтан ұрпаққа аман есен жете берейік. Рахмет.